Қайырлы күн. Бүгін сіздермен заң тәртіп идеологиясы аясында қоғамдық орындарда темекі шегу, түкіру, әдепсіз сөйлеудің заңнамалық жауапкершілігі туралы сөз ететін боламыз. Қоғамдық орындарда азаматтардың тәртіп сақтауы қоғам мәдениетінің көрсеткіші. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қоғамдық орындарда шылым шегуге, ластауға, дөрекілік көрсетуге қатаң тыйым салынған. Бұл нормалардың негізгі мақсаты халық денсаулығын қорғау, қоғамдық тәртіп сақтау және азаматтардың бір-біріне құрметпен қарауын қамтамасыз ету. Ендеше бұл нормалар сақтамаған жағдайда заңда қандай жауапкершіліктер қарастырылған? Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 441 бабына сәйкес заңда тыйым салынған жерлерде темекі бұйымдарын тұтыну 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни 58.980 теңге көлемінде, ал бұл жағдай бір жылдың ішінде қайталанатын болса 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 78.640 теңге көлемінде айыппұл арқалайсыз. Сонымен қатар, дәл осы заңның 441-де бірінші бабына сәйкес кәмелетке толмаған балалар отырған көлікте темекі шегуге қатаң тыйым салынған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434 бабына сәйкес қоғамдық орындарда дөрекі сөйлеу, басқа азаматтарға құрмет көрсетпеу ұсақ бұзақылық болып есептеледі. Бұл заңды сақтамаған жағдайда сізге 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 78.640 теңге немесе 15 тәулікке қамаққа алынасыз. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-те екінші бабына сәйкес қоғамдық орындарда, оның ішінде саябақ, аялдама, көшелерде түкіру, қоқыс тастау секілді ұсақ бұзақылыққа 58.980 теңге көлемінде айыппұл қарастырылған. Ендеше әрбір азаматтың заң мен тәртіпті сақтауы ел болашағының кепілі болмақ.